Өмір жасың ұзақ, денің сау болсын десең, осы 6 нәрсені есіңде сақта. Таза ауада көп жүру, мөлшерімен дұрыс әрі пайдалы тамақтану. Қозғалысыңыз көп болсын, дұрыс ұйқы. Өз қалпымен артық демес, кем демес. Өзіңе дұрыс демалыс сыйлау, уайым қайғыға түспеу. Адамның бақытын ұрлайтын 3 нәрсе бар. Ең бірінші, барыңа шүкіршілік етпеу. Екінші, бүгінгі күннің қадіріне жете алмау. Үшінші, өткенге өкіну. Мына 7 жағдайда сөз қозғама. Кедей адамның жанында дүние мүлкің туралы, науқас адамның қасында денсаулығың туралы, міскіннің алдында күш қуатың жайлы, жолы болмай жүрген кісінің алдында өз жетістігің жайлы, жетімнің алдында ата-анаң туралы, перзентсіз жанның алдында өз балаларың туралы, қапастағы кісінің жанында өз бостандығың туралы. Адам өміріндегі 5 дұшпан: өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншек, бекер мал шашу. Адам өміріндегі 5 асыл: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Дүниедегі ең кедей адам ақшасынан басқа ештеңесі жоқ адам. Адамға деген сеніміңізді жоғалтып алмаңыз. Адамдар мұхит секілді болады. Мұхиттың бірнеше тамшысы лайланғанымен бүтін мұхиттың ластануы мүмкін емес. Әрекеттеріңнің нәтижесі қандай болатынын алдын ала болжай алмайсың. Бірақ ештеңе істемесең тағы да жеңілесің, күнің босқа өтеді. Сынға ашық бол, оның керек жерін ала біл. Бірақ өзіңе деген құрметсіздікке ешқашан жол берме. Ыза мен өкпе өзіңнен басқа ешкімге зиян келтірмейді. Зиян болғанда да ол сені жай ғана іштей өлтіре бастайды. Сондықтан арғы жағын өзің шеш. Бірдеңе сөйлерден бұрын жақсылап ойлан. Себебі адамдар сенің аузыңнан шыққан сөзіңе қарап бәрін біліп отырады. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма. Алдап тапқаның селге кетер, адалдап тапқаның өміріңе жетер. Адамдар осы екеуінің қадірін оны жоғалтқанда ғана біледі. Ол жастық шақ пен денсаулық. Осы 2 түрлі адамнан аулақ бол: сараңнан және көрсе қызардан. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өзгенің қатесін жасыруда түн сияқты, ал жақсылығын айтуда күн сияқты бол. Біреуден міндет естігеннен гөрі таудың шыңындағы жүкті көшіру жеңіл. Қолымнан келмейді деп емес, өмірден ештеңе істеусіз өтіп кетемін бе деп қорық. Әркім өз өмірінің сапасына өзі ғана жауапты. Ақылды адамның 8 әдеті бар. Сұрақ қойып ізденеді. Күніне кем дегенде 5-6 бет кітап оқиды. Өзіңе мотивация беретін нәрсені көп жаса. Ақылды адамдармен көп сөйлеседі. Дұрыс тамақтанып, миды жаттықтырады. Бүгін істейтін істі ертеңге қалдырмайды. Күнделік толтырады. Алған білімімен бөлісуден ешқашан жалықпайды. Абыройлы және беделді азамат болғың келсе, жауапкершілікке аса мән беріңіз. Айтқан уәдеңде тұрып, істеген ісіңе жауап бере алатындай бол. Ерлік. Өзгелер шеше алмайтын мәселелерді сіз шешіп беріңіз. Жомарт бол. Алуды ғана емес, беруді де біліңіз. Қолыңыз ашық болсын. Парасатты болыңыз. Сөзіңіз салмақты, дәлелді болып көп оқыңыз. Өз ісіңнің шебері бол. Біліктілігіңізді үнемі дамытып отырыңыз. Рухани дамыңыз. Ешкімді жамандамаңыз. Қайта жақсы жағын айта отырыңыз. Өсек ешкімге абырой әкелмейді. Тазалықпен киіміңізге мән беріңіз. Қазір заман киіміне қарап қарсы алатын, сөзіне қарап шығарып салатын заман. Мінезі қиықтың ішкені сұйық. Адамдармен тіл табысып, көңілді жүруді біліңіз. Ақпарат сіз үшін пайдалы болса, каналға жазылып, төмендегі комментария бөліміне пікіріңізді қалдыра кетіңіз.